Тоқаев һәм Ердоған тандемі. Путин күшті ме, Ердоған күшті ме? Лукашенко нені міндетсінеді? Сайлау. Тоқаев алысатын 6 кандидат кімдер? Тағы да Назарбаев синдромы. Сағынтаев неге жермен ойнады? Болат Әбілов сатқын ба немесе жерді Қытайға кім сатты? Біріккен ұлттар ұйымы қарары. Қазақстан неге қалыс қалды? Тазабек пен Тілеухан мақсат мұратына жетті ме? Арма ағайын ұлыс аптаның кезекті санында қамтылған 7 күндіктегі маңызды жаңалықтарға тоқталатын сәт жетті. Сонымен арнамыздағы алғашқы тақырып Тоқаев һәм Режеп Тайып Ердоған мемлекеттік сапармен келді. Бірнеше маңызды жиынға қатысты. Ең маңыздысы Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің 6-шы саммиті. Біздің президентіміз бауырлас түріктің президентін әуежайдан сән салтанатымен күтіп алды. Содан Ердоғанның шашпауын қолынан түсірген де жоқ. Тіпті Әзербайжанның, Ирактың, Иранның, Қатардың, Қырғызстанның, Палестинаның, Тәжікстанның президенттері келді. Лукашенко да келді. Қытай вице-президентін жіберіпті. Бірінен соң бірі келді. Оларды қарсы алып үкімет басы жүрді. Әуежай мен қонақ үйдің арасында. Айтпақшы, ұшақтан түсе сала Путин күтіп алған Қазақстан премьер-министрі Әлихан Смайыловты пысқырған да жоқ. Қолын беріп амандаспады да. Телеграм-каналдардың бірі жазғандай, Путин Астанадағы 5 жұлдызды қонақ үй Ритц-Карлтон қонақ үйінде тоқталған. Ал Путин ұшып келе жатқанда Тоқаев Түркия президентімен қарымта үстел теннисін ойнап жатты. Шағын құрамда жиын өткізді, келіссөз жасады. Керек десеңіз, достық орденімен марапаттады. Бұл мен үшін ерекше тосынсы, ерекше сезім. Мен де өз атым, отбасым және ұлтым атынан көп-көп рахмет айтамын сіздерге. Сөздің орайында айтуға тиіспіз, саммиттің Астанада өтуінің халықаралық маңызы болғанымен астаналықтарға оңай соққан жоқ. Мектеп оқушылары 2 күн бойы онлайн оқыды. Біраздан бері қашықтан оқудан қол үзіп қалған ата-аналар біршама қиналғаны рас, біраз жүйкенің де жұқарғанын жасыра алмаймыз. Көп баласы бар аналардың шу шығарғанына да түсіністікпен қарау керек. 2 күн есілдің сол жағалауы көлік кептелісінен көз ашпады. Жай күндері де кептеліс болып жататын мәңгілік ел, Ұлы дала, Қонаев сияқты көшелер мен даңғылдар талай жұртты ұшағынан кешіктірді, пойыздан қалдырды, жұмысына сәскеде жеткізді. Алайда олжамыз осы халықаралық шараға төрімізден орын бердік. Біздің президент осы күндері өзінің нағыз дипломат екенін көрсетіп, сіз нағыз көшбасшысыз, біз сізді қолдаймыз, деді Ердоған. Халықаралық жанжалдарды шешуге орасан зор күш жұмсайтынын айтты. Қазақстанды бауырлас ел ретінде танып, әрдайым іш тартып жүретініне ризашылығын білдірді. Ердоған да еміренді, ерді, ол инстаграмдағы парақшасында ата топырақтарымызда, яғни ата жұртымызда, бабамыздың жерінде деп жазып, астанамызда түскен фотосын жариялады. Мұны Ресей мен Қытайдың құлағына алтын сырға деп қабылдадық. Ұмытып барамыз. Жиынның маңызды тұсы деп қай сәтті атаймыз? Әлбетте тағы Ердоғанның Путинге қарата айтқан сөзін. Біз бәріміз өңірлік және жаһандық ауқымда Украинадағы дағдарыстың салдарын сезініп жатырмыз. Мен үнемі әділ әлемге тек дипломатияның көмегімен қол жеткізуге болатынын айтып жүремін, деді Ердоған Астанада өткен Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің 6-шы саммитінде. Ал Путин Ресей тең құқылы бөлінбес қауіпсіздікті құру үшін барлығын жасап жатыр деп соқты. Одан қалды мобилизация 2 аптада жемісін береді деді. Қазірдің өзінде жоспардағы 300 мың әскердің 222 мыңы жиналып майданға аттанып жатыр. Путиннің айнымас досы әлде қосшысы ресми айтқанда Беларусь президенті Лукашенко не деді? Саммитте әдегеннен Тоқаевтың алқымынан алған ол неліктен ТМД атқарушы хатшысының ТМД бас хатшысы болып
аталатын көпшілікке жарияламағанын сұрады. Десе де біздің президент тосылған жоқ. Жауап әзілге жақындаса да зілді еді. Александр Григорьевич, төрағаны сынау сіздің сүйіктісіңіз бе деді Қасым-Жомарт Тоқаев жымиып. Касым-Жомарт Кемелович, а что вы не объявили почти генсек? Мы же почти генсека избрали, а вы не объявили. Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие критиковать председателя. Лукашенко сөзінің кезегі келгенде Қазақстанға тағы сүйкенді. Олар Қазақстандағы бейбіт өмірді сақтап қалыпты. Әлгі қаңтардағы қырғында ОДКБ әскерін кіргізгенімізді тағы меңзеп отыр. Міне міндетсіну. Бұл сөзді Лукаштың аузына Путиннің салып отырғаны бесенеден белгілі. Бақытымызға орай 2022 жылы Қазақстанда да тыныштықты сақтап қалдық деді Александр Лукашенко. Пішту айтып береді осы шал. Айтпақшы, осы жерде Беларусь президентінің біздің елге сапарында экс-президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың үйінде қонақ болғанын айта салсақ. Олардың не туралы әңгімелескені белгісіз әрине. Бірақ Telegram каналдағы жарияланған видеодан бұрынғы әріптестер бір-бірін құшақтап, жылы ілтипат танытқанын аңғару қиын емес. Назарбаев Лукашенкоға бірге түскен бұрынғы естелік фотолар жиынтығы мен қазақстандық шоколадты сыйға тартыпты. Спасибо. 70 лет это такой взрослый. Со 70 до 90 это зрелость. Это зрелость. Вот его такая. Дети пошли. Это главное на память. Ребята взяли все наши встречи. Это вот мы втроем. Это евроответственность. Да. Айтпақшы, осы саммиттің астын сызып айтатын тағы бір тұсы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Ресей президентін жерден алып жерге салды десе де болады. Ол Путиннен орталық Азия елдеріне бұрынғы КСРО сияқты қарауды доғар деп талап қойды. Біз әрқашан басты стратегиялық әріптесіміздің мүддесін құрметтедік, бірақ бізге де құрметпен қарауды қалаймыз. Біз Африка елдермен бір дәрежедегі жат елдерміз бе? Мен орталық Азия елдеріне қатысты бұрынғы кеңес одағы сияқты саясаттың болмауын ғана сұрағым келді. Әр елдің өз мәселелері, өз сұрақтары, өз дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары бар деді Рахмон мырза эмоцияға ерік беріп. Но мы никогда не нарушали, как бы всегда уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Но хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы наравне с африканскими странами, мы видим, с другими странами. А что, мы какие-то чужеземцы или какие-то самые, что ли? Рахмон Тәжікстанда өткен бизнес-форумға ресейлік саясаткерлердің қатыспағанына да өкпелепті. Неге олар Тәжікстандағы бизнес-форумға кеп дегенде министрлер деңгейінде қатыса алмайды? Жоқ, министрлердің орынбасарлары дегенде ше. Міне, Тәжікстан стратегиялық серіктес болуға лайық деп ашуланды тәжіктердің президенті. Десе де, Астанада жүрген Путиннің келбетінен аюдың жүні біршама жығылып қалғанын аңғару қиын еместі. Мемлекеттер басшыларының кездесулерінде де Қатар әмірінің Ресей президентін біршама күттіріп қойғанын бәріміз байқадық. Осы тұста Түркияда білім алған саясаттанушы Ерік Ильясовтың пікіріне назар аудара салғанымыз артық етпес. Ердоған туралы. Кешеден бері Түркия президентінің бабаларымыздың жерінде деген посты көп жазылып жатыр. Байқадым, бір өкініштісі Түркия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас дәл осы сөзден әрі аса алмай жатыр. 2007 жыл алғаш рет Анкараға оқуға барғанда естіген едім. 15 жыл өтті, сол баяғы әңгіме деді ол. Оның пайымынша Ердоғанға қатысты 3-4 нәрсені тақырып қылуға болады. Бірінші,
Путин Түркияға тағы бір газ құбырын ашып, елді газ хабына айналдыруды ұсынды. Түріктер мәз. Еуропаға осылайша Ресей газын сатуды жалғастыра алады, ал Түркия пайда көреді. Екіншісі, Ердоғанға Қара теңіз арқылы Украина бидаймен қатар Ресей дақылында өткізуді айтты. 50 миллион тоннаның 30 миллионын. Үшіншісі, Түркия Украинаға қатысты ұсынысын айтқысы келген деседі, бірақ Ресей жағы ондай әңгіме болмады деп отыр. Түркия НАТО-ға мүше ғой, батылы жете қоймас. Сонда да Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5-ші тұрақты мүшесіне қатысты пікірін айтыпты. Әлем бес елден тұрмайды, әлемдік қауіпсіздік құрылымы қайта қаралауы тиіс деп. Төртіншісі, Түркияда салынып жатқан АЭС туралы есепті Ердоған Путиннің алдында беріпті. Өйткені орыстар салып жатыр. Болашақта Қара теңізде екіншісін салу жоспары да бар көрінеді. Айтпақшы, кейбір бақтың мәліметінше жақын арада түркі әлемнің концепциясы әзірленетін көрінеді. Бұл іске Тұран идеясын қолдайтын сауатты идеологтар атсалыспақ. Бұл орыс әлемі дейтін деструктивті идеологияға төтеп беретіні сөзсіз. Хош, осымен Ердоған темасын жабамыз ба деген ой болған. Бірақ қазаққа сүйкімді тұлғаны қазаққа сүйкімі кеткен Мұхамеджанның жазбасымен тұздықтамасақ болмайын деп тұр. Иә, Тазабеков қой айтпағанымыз. Ол өзінің сүйкімді ағасы Бекболатпен бірге Реджеп Тайыптың Түркиядағы шаңырағында болғанын айтып, желіде мақтаныпты. Ердоған әулетінің қара шаңырағында өткен жол өмірімде естен кетпес үлкен оқиға орын алды. Дүние жүзі мойындаған алып тұлғаның арнайы шақырумен қара шаңырағында қонақ боп, дастарханынан 7 түрлі дәм жеп, 6 құрлықтың әңгімесін өз аузынан естіп, көкейдегі сауалды қысылмай сұрап, жауап түгілі ақ батасын алып қайту, үш ұйықтасам түсіме кірмеген жағдай десекте, Алланың маған ерекше тосын сыйы болды. Әр мұндай мүмкіндік әр мұсылманның маңдайына бұйырмаған бақыт екен ақиқат деп жазған Тазабеков. Этноспорт Федерациясындағы Ердоғанның ұлы арқылы Түркия президентінің үйінің табалдырығын аттап, олайда бұлайда суретке түсіпті. Мұның астары сол, елдегі соңына түскендерге көрсеткен сесі. Міне, біздің артымызда кім тұрғаның көрдіңдер ме дегені болар. Күлкілі әрине. Ал желіде кейбір кісілер Мұхамеджанның сүйіншілеп жазған суреттерін ескі альбомнан екенінде айтып жатты. Тазабеков пен Тілеуханның фотоларын көріп, қаламгер Рахымжан Отарбаевтың күнделігіндегі белгілі мысал ойға оралады. Бір топ үйрек бір көлді тастап, екінші көлге қарай ұшып бара жатыр екен. Жолай сұңқар кезігіп, қайда бет алдыңдар деп сұрайды. Сонда үйректер, құрысын, мына көл сасып кетті, ана көл таза, соған барамыз деседі. Сол кезде сұңқар, мына көтендерін аман болса, оны да састасындар ғой депті. Негізі бұл мысал облыстан облысқа, министрліктен министрлікке ұшып қонып, түк бітірмей жүрген бәз бір шенеуніктерге қатысты да еске түседі. Сайлау тақырыбына оралсақ, бізге жеткен соңғы дерек орталық сайлау комиссиясына тапсырған 12-ден іріктеліп, алғашқы илеуден өткені 7 екен. Енді олар келесі аптаның жұмасына дейін заңнамада көрсетілген қолды жинап, кандидат ретінде тіркелу керек. Орталық сайлау комиссиясының ақпараты бойынша 20 қарашада өтетін кезектен тыс президент сайлауына қатысуға әзірге 2 үміткерге рұқсат беріліпті. Ол әрине халықтық коалиция ұсынған Қасым-Жомарт Тоқаев, екіншісі Аманат кәсіподақтар достастығынан Мейрам Қажыкен. Одан бөлек 5 адам сайлаушылардың қолын жинап жүр. Олар Жигули Дайрабаев, Нұрлан Әуеспаев, Қарақат Абден, Жұматай Әлиев және Салтанат Тұрсынбекова. Қалғанын орталық сайлау комиссиясы түрлі себеппен ысырып тастаған. Алайда осылардың өзін жұрт бір кандидат 6 сәндидат деп кекетіп жүр. Өйткені бірінің ұстанымы жоқ, бірі сайлауға не үшін түсетінін өзі де білмейді. Қысқасы, апама жездем сай. Осы орайда әділетті Қазақстанда әділетті сайлау болу мүмкін бе деген ұлыс медиа журналистің сұрағына мәжіліс спикері Аманат партиясының бірінші жетекшісі Ерлан Қошанов былай деп жауап берді. Уақыт келеді, сол кезде кімнің қандай екенін білеміз. Әр үміткер бұлардың қазіргі сайлауға түсіп жатқан, олардың артында белгілі бір саяси күштері бар. Олардың өздерінің артында тұрған ондаған мыңға басқа да өздерінің сайлаушылары бар. Сондықтан бұлардың бәрін бір әлсіз немесе жаңа сіз айтқандай
түңіліп немесе күліп жатыр дегенге мен келісе алмаймын. Солай болып жатыр ғой. Сіздер онымен сол азаматтардың, кандидаттардың, үміткерлердің артында тұрған сайлаушыларына сөз тигізгендеріңіз деп мен есептеймін. Олардың әжуа қылуға болмайды. Ұлыс аптаның назарын аударған ірі жаңалықтардың бірі Біріккен ұлттар ұйымы қарары. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы Ресейдің Украина аумақтарын аннексиялауын айыптады. Теріскейдің Донбасс халықтық республикасы мен Луганск халықтық республикасы және басып алынған Херсон мен Запорожье облыстарында өткізген референдумдарды жоққа шығарды. Өкінішке қарай біз Қазақстан бұл айыптаудан қалыс қалдық. Себеп белгілі, кіріптарлық, жалтақтық әлі де аяқ тарту. Біріккен ұлттар ұйымына мүше 193 елдің 143-і қарар үшін дауыс берді. Қарсы болған 5 мемлекет Ресейге кіндігі байланған көршісі Беларусь, тентектеу томпақ бала басқаратын Солтүстік Корея, Никарагуа, сыйы жарасып жүрген Сирия және Ресей. Дауыс беру кезінде 35 мемлекет қалыс қалды. Оның ішінде Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Үндістан елдері бар. Дауыс беруге 10 мемлекет қатысқан жоқ. Құжатта Ресейдің Украина аумақтарын аннексиялау туралы мәлімдемесін қайта қарау талабы да бар. Ал елдегі хабар-ошарды қарасақ, жағдай аса мәз емес. Әріптестерімізді дүр сілкіндіргені қаңтар туралы ақпарат таратқан журналистің 15 күнге қамалғаны болды. 12 қазанда Алматы облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты журналист Думан Мұхаммедкәрімді 15 тәулікке қамау туралы қаулы шығарды. Сот оған бейбіт жиын өткізу тәртібін бұзды деп айып таққан. Белгілі жазушы журналист Есболат Айдабосын әлеуметтік желіде Думан Мұхаммедкәрімге араша түсіп бостандық берілсін деп қол жинап жатыр. Әзірше оған реакция жасаған құзырлы органдарды көрмедік. Апта ішінде жер дауы тағы бұрқ етті. Жер мәселесі бойынша заңгер Бақытжан Базарбек Алматы қаласында орын алған үлкен заң бұзушылықты анықтады. Ол қаланың экс-әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тұсында ұлттық парктың жері жекеменшікке өтіп кеткенін алға тартты. Сағынтаев Алматы әкімі болып тұрған кезінде 2021 жыл 15 маусымдағы қаулысымен Медеу мемлекеттік табиғи паркінің рекреациялық аумағынан 22 гектар жерді шығарып жіберген. Ал бұл учаске қалың орман өскен Бутаковка шатқалында орналасқан екен. Сұмдық әрине. Қазақтың қаншама құнарлы жері осындай бір схемалармен заңсыз жекелердің қолына ағай мен сығайға беріліп отырған. Сонда Медеу табиғи паркының бақандай 20%-ын тұрғын үй қорына аудара салған. Парк басшылығына да ескертпеген. Қазір құрылыс жобаларын келісіп жатыр. Президент Тоқаевтың Іле Алатаудың етегінде құрылыс салуға тыйым салу туралы тапсырмасы да еленбей жатыр деп қосты депутат Азат Перуашев Бақытжан Базарбектің мәлімдемесінен кейін. Мән-жайға қарағанда Сағынтаевтың да сарсаңға түсетін күні тақаған сыңайлы. Бұқараның назарына ілінген мәселені бас прокуратура бақылаусыз қалдырмасы анық. Ауға шортан ілінетін түрі бар. Осы орайда ұлыс апта бас прокуратура мен басқа да құзырлы органдарға жалпы барлық ұлттық паркілер жеріне аудит жасап, тексеріс өткізуді ұсынады. Сөз орайында Сағынтаевқа анықтама бере кетсек, әйтеуір Назарбаевтың тұсында нән креслоларда отырды. Ол да Назарбаев синдромының жап-жарқын мысалы, үкіметтің басы болды, үкілек көрсетер түк қатырмады. Бірнеше маңызды министрліктерді басқарды, бір ізі қалмады. Павлодар облысында әкім болды, Алматыға әкім болды, артынан шу шығып жатыр. Енді Ресейде жүр, елге түк пайдасы жоқ Еуразиялық экономикалық одақтың көсегесін көгертемін деп. Осы аптада жер дауының тағы бір кейсін ұлыс медиа зерттеп шықты. Бұл Алматы облысында болған. 2016 жылы Болат Әбіловтің фирмасы күн электр станциясын салуға шешім қабылдайды. Бұл идеяның облыс әкімдігіне тартымды көрінгені сонша, олар компанияның құжаттарына да қарамай бірден станцияға 400 гектар жер бөліп берген. Энверскін қуат компаниясына жер телімін беру кезіндегі әкімдіктің әрекетінің заңдылығын экономикалық тергеу басқармасы тексереді. Мұндағы шикілік сол, Болат Әбіловтің компаниясындағы үлес оның қытайлық серіктестеріне тиесілі болып шықты.
шықты. Алматы облысындағы күн электр станциясы үшін берілген жер 2016 жылы жерге қатысты наразылықтар мен мораторий жарияланғаннан кейін 49 жылға жалға берілген. Бұл жер мәселесінде сыбайлас жемқорлық құрамы бар деп күдіктенген әкімдіктің бұрынғы қызметкері Нұрқанатұлы құзырлы органдарға арыз жазды. Әкімдік қазіргі мораторий кезінде жер телімін берді, заңды бұзды, не сыбайлас жемқорлық, не бейресми қарым-қатынас бар деген пайымда Нұрқанатұлы. Ал ашық ақпарат көздері Инвест Күн Қуат компаниясының негізін қалаушы қытайлық Тао Жичен екенін растайды. Расында оның екінші қожайыны Болат Әбіловтің өзі электр станциясын қытайлықтармен бірге салғанын жасырмайды. Қазіргі кезде біздің редакция Алматы облысы әкімдігінен бұл сұмдыққа түсініктеме күтіп отыр. Қосымша тағы мәлімдейтін боламыз. 7 күндіктің тақырыбы тағы сол қымбатшылық болды. Ұлттық статистика бюросы азық-түлік бағасының қымбаттай түскенін мәлімдеді. Әлеуметтік маңызы бар, яғни нан, сүт, ет сияқты азық-түлік тауарларының бағасы өткен аптада 0,2%-ға, ай басынан бері 0,3%-ға, ал жыл басынан бері 19,8%-ға өскен. 6 қазанда азық-түлік бағасы жыл басынан 20%-ға қымбаттағанын біз жазған болатынбыз. Қанттан бас тартқан қара халық енді қара су мен қара нанға көшіп тынар. Ал ауыл шаруашылық министрлігі бұл келеңсіздікті түсіндіруден жалығар емес. Қарашөкеев былай дейді. 4 қазанда нан 11,9%-ға қымбаттады. Бәріңіз білесіздер, ауыл шаруашылығы министрлігі мен азық-түлік келісім шарт корпорациясы қаңтардан қыркүйекке дейін арзандатылған астық жеткізді. Қазаннан бастап жыл аяғына дейін өңірлер жаңа егінге қатысты баға қояды дейді. Демек, жаңа бағаға да бойды үйрету керек. Бой үйренеді ау. Бұқараның қалтасын қайтеміз. Қағылған үстіне қағыла береме, жәрдемақы, зейнетақы, жалақы жылына 1 тиын тебендеп көтеріп қояды үкімет. Ал азық-түлік теңгелеп қымбаттайды. Кіріс көңіл көншітпейді, шығыс шаш етектен. Ауыл шаруашылық министрлігі мұның бәрін біліп отыр. Қарашөкеев әйтеуір уәдемен қарқ қылды. Қаңтардың да ауылы жақын. Күтейік, күтпей жүрген баспа. 30 жыл бойы күттік қой. Бірақ шыдамның да шегі бар. Құрметті алаш жұрты, ұлыс дайындаған апта қорытындысы осындай. Міндетті түрде көріп, пікір жазып, қоңырауды басып отырыңыздар. Естеріңізде болсын. Сіз саясатпен айналыспасаңыз, саясат сізбен айналысады. Белсенді болайық қалайық. Келесі жексенбіде 4 көзіміз түгел жүздескенше.